Ол кеш менің өмірімді екіге бөлді. Бір телефон хабарламасы 15 жылдық некеміздің күнін көкке ұшырды. Арнаға тіркеліп кетіңіздер. Қазір қай қаладан, сағат қаншада тыңдап отырғандарыңызды пікірге жазыңыздар. Лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал әңгімені бастайық. Сол күні кешкі ас дайындап жүргенмін. 3 баламыз бөлмеде ойнап отырған. Күйеуім Ерлан жуынуға кіргенде телефон үстелдің үстінде қалып қойды. Әдетте оның телефонына мүлде қарамайтынмын, сенетінмін. Бірақ дәл сол сәтте экранға хабарлама шықты. Жаным, бүгін қатты сағындым. Қашан келесің? Жүрегім зу ете қалды. Қолым дірілдеп хабарламаны аштым. Бұрын сонды көрмеген нөмір. Жазысқан хаттарын оқи бастадым. Бір емес, екі емес. Айлар бойы сөйлесіп жүрген. Сенімен ғана бақыттымын. Сенсіз өмір сүре алмаймын. Жақында бәрін шешемін. Көзімнен жас парлап кетті. Бірақ ең қызығы әлі алда екен. Парақшасына кіріп қарасам, ол әйел күйеуімнен 10 жас үлкен болып шықты. Бірнеше суретінде 3 баласымен түскен. Мүмкін білмейтін шығар деп ойладым. Мен оған бірден жаздым. Сәлеметсіз бе? Сіз кімсіз? Ерланның заңды әйелімін. 3 баламыз бар. Сіз осыны білесіз бе? Жауап ұзақ күттірмеді. Білемін, ол бәрін айтқан. Бірақ ол мені жақсы көреді. Жақында сенен кетеді. Біз бірге боламыз. Сол хабарламаны оқығанда тынысым тарылып кетті. Мен тағы жаздым. 3 баласын тастап кеткен ер адамға қалай сенесіз? Ертең сізді де дәл солай тастап кетпейтініне кім кепіл? Ол тек бір ауыз сөз жазды. Жоқ, ол сен емес, мені таңдады. Дәл сол сәтте ваннаның есігі ашылып күйеуім сыртқа шықты. Мен телефонды қолыма ұстап тұрғанымды көргенде өңі бірден өзгеріп кетті. Күйеуімнің өңі әп-сәтте бозарып кетті. Телефонымды неге ақтардың? Деді ол ашулы дауыспен. Мен үнсіз телефонды өзіне создым. Мынаны түсіндір. Ол экранға бір қарады да ештеңе болмағандай иығын көтерді. Иә, сөйлесіп жүрмін. Осы 4 сөз жүрегімді тіргілеп өтті. Бізде 3 бала бар ғой, Ерлан. Қалайша? Ол маған тіпті аяушылықпен де қарамады. Мен шаршадым. Бұл өмірден де, сенен де. Балаларым ше? Олар бәрібір менің балаларым, аш қалмайды. Әкем мейірімін ақша алмастыра алмайды ғой. Ол үнсіз қалды. Мен соңғы үмітімді жинап, сол әйелге шынымен кетпексің бе? Иә. Ол өзіңнен 10 жас үлкен екенін білесің ғой. Білемін. Жастың маған ешқандай айырмашылығы жоқ. Менің көзімнен жас тоқтамай ақты. Бірақ оның жүзінен ешқандай өкініш көрмедім. Кенет үлкен қызымыз жүгіріп келді. Әке, ертең саябаққа барамыз ба? Ерлан қызымыздың басынан сипады. Басқа күні қызым. Қашан? Ол жауап бере алмады. Сөмкесін алып, үнсіз есікке беттеді. Мен соңғы рет тоқтатуға тырыстым. Ерлан, ең болмаса балаларын үшін ойланшы. Ол артына бұрылмай, мен шешімімді қабылдап қойдым деді. Есік тарс жабылды. Үй іші жым-жырт болып қалды. Кенжем жүргөгін сүйретіп есікке қарап, әке жұмысқа кетті ме? Деп сұрады. Мен еріксіз күліп жібергім келді, бірақ күле алмадым, балаларымды құшақтап. Иә, жұмысына кетті дедім. Сол түні көзім ілінбеді. Ал 2 күннен кейін көрші әйелдің айтқан бір сөзі жүрегімді тағы бір рет жаралады. Кеше күйеуіңді көрдім. Әлгі әйелдің балаларын мектепке апарып жүр екен. Көрші әйелдің сөзін естігенде денем тітіркеніп кетті. Сенімді айтасыз ба? Деп сұрадым. Өз көзіммен көрдім. Таңертең 3 баланы көлігіне отырғызып мектепке апарды. Өз балаларында еркелетіп жүр. Жүрегім ауырып кетті. Себебі біздің балаларымызға соңғы 2 аптада бір ретте хабарласпаған еді. Сол күні кешке үлкен қызым Аяру, анашым, әкем қашан келеді? Мен оны сағындым деді. Не дедік жауап берерімді білмедім. Жұмыс көп шығар қызым. Ол басын изегенімен көзіне жас толып кетті. Келесі күні балаларды балабақшамен мектепке апарып, өзім жұмыс іздеуге шықтым. 3 баламен өмір сүру оңай емес еді. Әр кенгені есептеп жұмсайтын болдым. Бір күні балалардың киімін алып беру үшін дүкенге кірдім. Кассаның жанында кезекте тұрғанымда сырттан таныс көлікті көріп қалдым. Бұл Ерланның көлігі еді. Жүрегім дүрсілдеп кетті. Ақырын ғана сыртқа шықтым. Көліктің жанында Ерлан тұр, бірақ жалғыз емес. Қасында әлгі әйел және оның 3 баласы. Ерлан қолына балмұздақ ұстап, әлгі балаларға күліп сөйлеп тұр. Кішкентай қызды көтеріп алып, маңдайынан сүйді. Мен қатып қалдым. Өйткені дәл сол күні таңертең өз қызым, анашым, биыл балмұздақ жейміз бе? Деп сұраған еді. Менде ақша жетпегендіктен, келесі айда алып беремін қызым деп әрең жұбатқан.
Ал облардың алдында менің күйеуім бөтен балаларға ештеңесін аямай тұр. Сол сәтте үлкен ұлым да менің қасыма келіп қалды. Ол әкесін бірден таныды. Анашым, әкем ғой. Ұлым қуанып әкесіне қалай жүгіре жөнелді. Мен тоқтатуға үлгермедім. Ұлым әкесіне қарай жүгіргенде Ерлан бірақ қосылып қалды. Әке! Ұлым оны құшақтағысы келді. Бірақ Ерлан жан жағына қарап ыңғайсызданып, балам, кейін сөйлесеміз, деді де көлігіне отырып кетіп қалды. Ұлым ұзақ уақыт көліктің соңынан қарап тұрды. Әкем бізді неге алып кетпеді, анашым? Деген сұрағына жауап бере алмадым. Сол күні үйге келген соң кешке дейін көз жасымды тыя алмадым. Түнде анама хабарластым. Даусымды ести салысымен, қызым не болды, деді. Мен бәрін айтып бердім. Телефонның ар жағында ұзақ үнсіздік орнады. Сосын әкем телефонды алып, қызым, ертең 3 балаңды ал да үйге кел. Бұл сенің де үйің, ештеңеден қорықпа, деді. Ертеңіне азғантай киімімізді ғана жинадым. Балалар не болып жатқанын түсінбей жүр. Кенжем ойыншығын құшақтап, анашым, біз қонаққа барамыз ба? Деп сұрады. Мен күліп, иә, атаң мен әжеңе барамыз, дедім. Ауылға жеткенімізде анам бізді есіктің алдында күтіп тұр екен. Мені көре сала құшақтап алып бірге жылады. Әкем 3 немересін кезек-кезек көтеріп, енді ешқайсын аш қалмайсыңдар, сендер жалғыз емессіңдер, деді. Сол күннен бастап атанам бізге барынша көмектесті. Әкем бұрыннан жинап жүрген аз ғана ақшасын шығарып, осыған азық-түлік ал, балалар ештеңеден тарықпасын, деді. Анам балаларды қарап қалатын, ал мен жұмыс іздей бастадым. Қандай жұмыс болса да істеймін деп шештім. Өйткені енді 3 баламның болашағы тек маған байланысты еді. Бірақ мен ол кезде Ерланның көп ұзамай өзі келіп, тағы бір өтініш айтатынын мүлде білмейтінмін. Арада 2 ай өтті. Мен аудан орталығындағы тігін цехына жұмысқа орналастым. Таңертең ерте кетемін. Балаларды анам мектепке, балабақшаға апарады. Кешке қайтадан өзі қарсы алады. Әкем үйдің бар ауыр жұмысын атқарып, немерелерінің ештеңеге мұқтаж болмауына тырысатын. Бір күні кешке үйдің алдына таныс көлік келіп тоқтады. Терезеден қарасам, Ерлан. Оны көрген бойда жүрегім зу ете қалды. Балалар қуанып сыртқа жүгірді. Әке келді. Бірақ Ерлан балаларды құшақтаған жоқ. Оның көзі мені іздеп тұрды. Сөйлесейікші, деді. Мен аулаға шықтым. Не айтпақсың? Ол төмен қарап тұрды. Ақша жағынан қиналып жүрмін. Мен күліп жібердім. Маған соны айту үшін келдің бе? Жоқ, негізі не? Ол ауыр күрсінді. Ол әйелдің 3 баласын асырау оңай емес екен. Мен үндемедім. Олардың сабағы, киімі, тамағы, бәрі маған қарап қалды. Сонда өз балаларын есіңе енді түсті ме? Ерлан үнсіз басын төмен салды. Мен сендерге қайта оралғым келеді. Осы сөзді естігенде жүрегім шым ете қалды. Бірақ дәл сол сәтте әкем үйден шығып келді. Ол бәрін естіп тұрған екен. Әкем Ерланның көзіне тіке қарап, 3 немерем әкесіз қалған кезде қайда едің? Ерлан үндемеді. Қызым, күн-түн демей еңбек етіп жүргенде қайда болдым? Тағы үнсіздік. Ал енді басқа біреудің балаларын асырай алмай қалған соң ғана өз үйің есіңе түсті ме? Ерланның айтар жауабы болмады. Мен алғаш рет оның жүзінен өкінішті көрдім. Бірақ сол өкініштің өзі менің жарамды емдей алмайтын еді. Мен оған жай ғана, кешір. Бірақ бұл үйге қайта оралатын жолды өзім жаптым, дедім. Ерлан басын изеп, баяу көлігіне қарай беттеді. Бірақ ол көлігіне мінер алдында айтқан бір ауыз сөзі мені таңғалдырды. Сендер мен туралы әлі бәрін білмейсіңдер. Ерланның соңғы сөзі менің ойымнан кетпеді. Сендер мен туралы әлі бәрін білмейсіңдер. Ол кеткеннен кейін бірнеше күн өтті. Мен бұл сөзге мән бермеуге тырыстым. Бірақ бір күні белгісіз нөмірден қоңырау келді. Сәлеметсіз бе? Сіз Айгүлсіз бе? Иә. Мен Ерланмен бірге тұратын әйелмін. Даусын бірден таныдым. Сол әйел. Не керек сізге? Дауысы бұрмыдай паң емес еді, керісінше дірілдеп тұрды. Кездесейікші, айтатын маңызды әңгімем бар. Алғашында барғым келмеді, бірақ қызығушылық жеңді. Ертеңіне шағын дәмханаға бардым. Ол мені көргенде орнынан тұрды. Көзінің асты көгеріп кеткен. Әлде қашан арықтап қалды. Не болды деп сұрадым. Ол бірден жылап жіберді. Мен қателесіппін. Мен үндемей тыңдап отырдым. Ерлан саған қандай болса, маған да сондай болып шықты. Мен таңғалған жоқпын. Не істеді?
Соңғы 3 айда жұмыс істемейді. Үйдің шығынын мен көтеріп жүрмін. Балаларыма айқайлайды, ақша сұрай береді. Мен үнсіз тыңдадым. Маған да баста әйелдермен жасқанын ұстап алдым. Осы сөзді естігенде таңғалғаныммен таңырқамадым. Өйткені дәл осылай бір кездері мен де отырғанмын. Ол көзіне жас алып: сенің сөзің рас екен. 3 баласын тастаған адам ертең сені де тастайды дегенің есімнен кетпейді. Мен жай ғана өкінішке қарай оны өзірім кеш түсіндім дедім. Ол басын изеді. Ол кеше үйден кетіп қалды. Қайда кеткенін білесің бе? Жоқ. Бірақ кетерінде бір сөз айтты. Не деді? Әйел терең күрсініп: мен басқа қалаға кетемін, жаңа өмір бастаймын деді. Сол сәтте мен бір нәрсені анық түсіндім. Ерлан ешкімді шын сүймеген. Ол тек өз пайдасын ғана ойлаған адам екен. Бірақ тағдыр оның әлі де күтпеген сынаққа тап болатынын ешқайсымыз білмедік. Арада 6 ай өтті. Ерланнан ешқандай хабар болмады. Балалар да біртіндеп әке-берін сұрамайтын болды. Үлкен қызым мектептегі шараларда атаммен бірге баратын. Ұлым велосипед тебуді атасынан үйренді. Кенжем болса, әжесінің жанынан бір елі шықпайтын. Мен де тігін цехында жақсы жұмыс істеп, тұрақты жалақы ала бастадым. Өміріміз баяу болса да, өз қалпына келе бастағандай еді. Бір күні кешке телефоныма тағы да белгісіз нөмірден хабарласты. Айгүл, бұл мен. Дауысын бірден таныдым. Ерлан. Дауысы бұрынғыдай сенімді емес, әлсіз, шашаңқы. Не болды? Ол біраз үнсіз қалды. Ауруханада жатырмын. Жүрегім селт етті. Не болды саған? Жол апатына түстім. Бір аяғым қатты жарақаттанды. Жұмысқа да шыға алмай қалдым. Мен үнсіз тыңдап тұрдым. Жанымда ешкім жоқ. Согіл әйел де кетіп қалды. Балалар да менімен сөйлеспейді. Бір сәт бұрынғы күндер көз алдыма келді. 3 баламмен жалғыз қалған кезім. Көмек сұрап ешкімге бара алмаған күндерім. Ерлан сол кезде бір ретте артына бұрылмаған еді. Айгүл. Иә? Балаларды бір рет көрсем бола ма? Мен бірден жауап бере алмадым. Бұл тек менің шешімім емес еді. Бұл балалардың да жүрегіне қатысты мәселе болатын. Ерлан, балалар енді кішкентай емес. Егер көргің келсе, алдымен олардың кешіріміне лайық екеніңді дәлелде. Қалай? Әке деген сөзді айту оңай, бірақ әке болу үшін жылдар керек. Ол жылап жіберді. Мен бәрінен айырылдым. Жоқ, Ерлан, сен бәрінен айырылған жоқсың. Сен бәрінен өз еркіммен бас тарттым. Осы сөзден кейін телефоным ар жағында үнсіздік орнады. Мен қоңырауды аяқтадым. Бірақ 3 күннен кейін ауруханадан маған тағы бір хабар келді. Дәрігердің айтқан сөзі мені де, балаларды да үлкен таңдау алдында қалдырды. Дәрігердің қоңырауынан кейін ұзақ уақыт үнсіз отырып қалдым. Сіз Айгүлсіз бе? Иә. Ерлан мырза сіздің нөмірімізді қалдырып кеткен. Қасында қарайтын ешкімі жоқ екен. Жақын туыстары да келмеді. Телефонды жайлап қойдым. Анам бәрін үнсіз тыңдап отырған. Қызым, не болды деді. Мен болған жағдайды айтып бердім. Әкем біраз ойланып отырды да. Барсаң да болады, бірақ оны қайтару үшін емес, адамшылық үшін ғана деді. Ертеңіне ауруханаға бардым. Ерлан мені көргенде көзіне жас алды. Бұрынғыдай паң, өзіне сенімді адам жоқ, әбден жүдеп кеткен. Келетінімді ойламадым деді. Мен сен емес, адамдықты сыйлап келдім. Ол үнсіз басын изеді. Біраздан кейін балалар қалай деп сұрады. Жақсы, сабақтарын оқып жүр. Мені сұрай ма? Мен шындықты айттым. Алғашында күнде сұрайтын, қазір үйреніп кетті. Ерлан көзін жұмып терең күрсінді. Мен бәрін кеш түсіндім. Нені? Өз балаларымды бөтеннің балаларына айырбастағанымды. Осы кезде палатаға дәрігер кірді. Ерлан мырза, ертең ота болады, бірақ сізге ұзақ уақыт оңалту қажет. Жалғыз жүруіміз қиын болады. Дәрігер шығып кеткен соң, Ерлан маған қарап: Айгүл, маған бір мүмкіндік берші. Балаларының қасында болғым келеді. Сенен ештеңе сұрамаймын. Тек әке ретінде олармен араласуға рұқсат етші. Мен біраз үнсіз отырдым. Бұл шешімді мен қабылдамаймын. Сонда кім? Балалар. Олар мені кешіре ме? Оны уақыт көрсетеді. Бір аптадан кейін Ерлан ауруханадан шықты. Мен балаларға бәрін жасырмай айттым. Үлкен қызым ұзақ үнсіз отырды. Сосын жай ғана: Анашым, мен әкемді көргім келеді. Бірақ бұрынғыдай сенгім келмейді.
Ұлым да басын изеді. Ал кенжем болса, әкесін әрен есіне түсірді. Сол сәтте мен балаларының қаншалықты тез есейіп түсіндім. Ал Ерлан болса, олардың сенімін қайтадан жеңіп алу үшін бір күн емес, мүмкін бірнеше жыл қажет екенін әлі толық түсінбеген еді. Бір аптадан кейін Ерлан алғаш рет балалармен кездесуге келді. Мен бұл кездесуді өз үйімізде емес, саябақта өткізуді жөн көрдім. Балалар да өздерін еркін сезінсін дедім. Ерлан қолына 3 қорат тәтті, мен ойыншық ұстап келіпті. Бірақ еш қайсысы жүгіріп барып құшақтамады. Үлкен қызым тек «Сәлем әке» деді. Ұлым үндемейді тұрды. Ал кенжем артыма тығылып қалды. Ерлан олардың бұл қылығын күтпеген сияқты. Ол тәттілерді ұсынып, «Мыналар сендерге балаларым». Үлкен қызым тәттіні алмады. «Бізге сыйлық емес әке, керек еді». Осы бір ауыз сөз Ерланға ауыр тиді. Ол көз жасын жасыра алмады. «Қызым, кешіріңдерші». Ұлым да алғаш рет сөйледі. «Біз ауырғанда сен келмедің. Мектептегі мерекелерге де келмедің. Мен велосипедті атамнан үйрендім. Сен қайда болдың?» Ерланның жауабы болмады. Ол тек «Қателестім» деп қайталай берді. Сол күні балалар оған жақындай қойған жоқ. Бірақ кетерінде кенжем жайлап келіп, «Сау бол» деді. Ерлан тізерлеп отырып көз жасын сүртті. Бұл оның үмітін қайта жандырғандай болды. Келесі айларда Ерлан уәдесінде тұрды. Әр демалыс сайын келіп тұрды. Балаларға ақша емес, уақыт бөле бастады. Ұлыммен футбол ойнайтын, қызымен бірге кітапханаға баратын, кенжемді саябаққа апаратын. Мен бұған араласпадым. Балалар өздері шешсін дедім. Бір күні үлкен қызым маған, «Анашым, мен әкемді кешірдім, бірақ бұрынғыдай сенбеймін. Сенім қайта келу үшін көп уақыт керек екен». Мен қызымды құшақтап, «Өте дұрыс айттың қызым» дедім. Дәл сол кезде есік қоңырауы соғылды. Есікті ашсам, қолында үлкен конверті бар бейтаныс ер адам тұр екен. «Сіз Айгүлсіз бе?» «Иә». «Мен нотариустан келдім. Ерлан мырза сіздің және балаларыңыздың атына маңызды құжат қалдырған». Мен аң-таң бұл конвертті қолыма алдым. Қолындағы конвертке ұзақ қараттырдым. «Қандай құжат?» деп сұрадым. «Нотариустың көмекшісі. Ашып оқысаңыз бәрін түсінесіз» деді. Үйге кіріп конвертті жайлап аштым. Ішінде бірнеше құжат пен Ерланның өз қолымен жазған хаты бар екен. Дірілдеген қолмен хатты оқи бастадым. «Айгүл, егер сен бұл хатты оқып отырсаң, демек мен өз шешімімді қабылдадым. Өмірімдегі ең үлкен қателік сендерден бас тартқаным болды. Сен мені кешірмеуің мүмкін. Бірақ балаларының болашағына аз да болса үлесім тисін деп, қолымнан келгенін жасадым». Көзінен жас тамып кетті. Хаттың астында тағы бір құжат жатыр. Ерлан өзінің ата-анасынан қалған шағын үйді сатып, түскен ақшаның бардығын 3 баласының атына депозитке аударып қойған екен. Әр баланың атына тең мөлшерде ақша бөлінген. Құжаттардың бәрі заңды түрде рәсімделіпті. Мен үнсіз қалдым. Әкем құжаттарды қарап шығып, «Ең болмаса, балаларының болашағын ойлапты» деді. Бірнеше күннен кейін Ерлан тағы келді. Бұл жолы қолында ешқандай сыйлық жоқ. Тек бір бума қағаз ұстап тұр екен. «Айгүл». «Иә, мен басқа қалаға жұмысқа кетемін». «Неге?» «Балаларға ай сайын тұрақты ақша жіберіп тұруым керек. Қарыздарымды да өтеймін». «Ал балалар ше?» «Ай сайын келемін. Бұл жолы еш қайда жоғалып кетпеймін». Мен ештеңе демедім. Себебі сенім сөзбен емес, уақытпен дәлелденетінін жақсы түсіндім. Ерлан балалармен қоштасты. Кетерінде үлкен қызымызға қарап, «Әкеңе тағы бір мүмкіндік бергендеріңе рахмет» деді. «Қызым сабырмен. Біз саған мүмкіндік берген жоқпыз әке. Біз тек сенің өзгергеніңді күтіп жүрміз». Ерлан үнсіз басын изеді. Ол чөлігіне отырып кеткенде, мен алғаш рет оның жүзінен бұрынғы тәкаппарлықты емес, шынайы өкінішті көрдім. Бірақ өмір бізге тағы бір күтпеген сынақ дайындап қойғанын ол кезде еш қайсымыз білмедік. Ерлан басқа қалаға кеткеніне 4 ай болды. Ай сайын балалардың есепшотына ақша аударттырды. Уәде еткендей, әр демалыста келіп, балалармен бірнеше сағат болса да уақыт өткізетін. Бірақ менің оған деген көзқарасым өзгерген жоқ. Біздің арамызда тек балалар ғана байланыстырып тұрды. Бір күні кешке жұмыстан үйге келе жатқанымда телефоным шырылдады. Қоңырау Ерланнан екен. «Айгүл, уақытың бар ма?» «Не болды?» «Мен саған бір нәрсе айтқым келеді». Даусынан қобалжу сезілді. «Айта бер». «Мен саған өтірік айттым». Жүрегім тағы да дүрсілдеп кетті. «Қандай өтірік?» «Мен сені әлгі әйел үшін ғана тастап кеткен жоқпын.
Мен үнсіз қалдым. Онда не үшін? Сол кезде жұмысымда үлкен қарызға батып қалдым. Бір танысымнан көп ақша алған едім. Олар күнде қорқытып, үйге дейін келетін болды. Бірақ оның бізді тастап кетуге қандай қатысы бар? Әлгі әйелдің ақшасы бар еді. Ол маған қарыздарымды жауап берем деді. Мен ақымақтық жасап соған сендім. Менің қолым мұздап кетті. Сонда отбасында ақша үшін айырбастадың ба? Телефонның ар жағында үнсіздік орнады. Иә, сол кезде бәрін ақша шешеді деп ойладым. Көзіме жас келді. Ерлан, ақша табылар еді, бірақ балалардың сен сағындырған балалық шағын ешкім қайтара алмайды. Ол ауыр күрсінді. Күнде соны ойлаймын. Өкінішім саған сабақ болған шығар, бірақ біздің өткен өмірімізді өзгерте алмайды. Сол сәтте үлкен қызым бөлмеден шығып келді. Анашым, әкем бе? Мен басымды изедім. Қызым телефонды алды. Әке. Иә, қызым. Мен саған бір ғана нәрсе айтқым келеді. Айта ғой. Бізге енді өтірік айтпа. Егер келе алмасан, келмеймін де. Бірақ келемін деп күттірме. Телефонның ар жағынан Ерланым жылаған естілді. Уәде берем, қызым. Қызым телефонды маған қайтарды. Мен сол сәтте балаларының меннен де ерте есептеткенін түсіндім. Уақыт өте берді. Ерлан бұл жолы уәдесінде тұрды. Келемін десе, міндетті түрде келетін. Келе алмай қалса, алдын ала хабарласатын. Балалар да оған біртіндеп үйрене бастады. Бірақ бұрынғыдай әке деп мойнына асыла жүгірмейтін. Сенім әлі толық оралмаған еді. Бір күні кешке үлкен қызым маған: «Анашым, ертең мектепте отбасы күні болады. Әкем келе ме?» деп сұрады. Мен жауап бере алмай қалдым. Өзіне хабарласайық. Қызым өзі әкесіне қоңырау шалды. «Әке, ертең боссың ба?» «Иә, қызым, не болды?» «Мектепте келші, маған әкемнің келгені маңызды». Ерлан бірден: «Міндетті түрде барамын», деді. Ертеңіне қызым мектепке ерекше қуанып кетті. Тіпті шашын өзі тарап, ең әдемі көйлегін киіп алды. Мереке басталардан жарты сағат бұрын ол қайта-қайта есікке қарай береді. «Әкем келе жатыр ма екен?» Уақыт өтті, бірақ Ерлан көрінбеді. Қызымның жүзі солып бара жатты. Дәл сол кезде мектептің ауласына таныс көлік кірді. Қызымның жүзі жайнап сала берді. «Әке келді». Ерлан асығып ішке кірді. «Кешір, қызым, жолда көлік бұзылып қалды». Қызым жүгіріп барып оны құшақтады. Мұғалім бәрімізді сахнаға шақырды. Балалар ата-аналармен бірге суретке түсе бастады. Мен бір шетте тұрдым. Ерлан жайлап жаныма келіп: «Айгүл, осы бір суретке сен де түсші, балалар үшін ғана». Мен біраз ойландым. Балалар бізге үмітпен қарап тұр екен. Мен олардың көңілін қимай қатар тұрдым. Суретке түстік. Сол сәтте кенжем қуанып: «Бүгін бәріміз бірге екенбіз» деп күліп жіберді. Мен де еріксіз жымидым. Бірақ бұл күлімсіреу Ерланды кешіргенім емес еді. Бұл тек балаларының бір сәттік қуанышы үшін жасалған қадам болатын. Сол күні кешке үйге келгенде Ерлан маған хабарлама жіберді. «Рахмет. Бүгін мен өзімді қайтадан әке ретінде сезіндім. Бірақ сенен бір соңғы өтінішім бар». Мен хабарламаны оқып отырып, оның не сұрайтынын білмедім. Ерланның хабарламасын ұзақ қарап отырдым. «Сенен бір соңғы өтінішім бар». Мен қысқа ғана жауап жаздым. «Қандай өтініш?» Бірнеше минуттан кейін оның жауабы келді. «Ертең сөйлесе аламыз ба? Балалардың көзінше емес, екеуміз ғана». Көп ойландым, ақыр келістім. Ертеңіне қаладағы шағын дәмханаға бардым. Ерлан мені күтіп отыр екен. Алдымызға шай келгеннен кейін ол үнсіз қалтасынан кішкентай қорап шығарды. Менің жүрегім бірден қобалжи бастады. «Бұл не?» Ол қорапты ашпастан үстелдің үстіне қойды. «Бұл сақина емес, қорықпа. Ішінде біздің неке сақинамыз жатыр екен. Оны көргенде көз алдыма бүкіл өткен өмірім келді. Үйленген күніміз, балалардың дүниеге келген сәті, бақытты күндер. Сосын бәрі қалай қирағаны». Ерлан сақинаны қолына алып: «Мен оны ешқашан сатпадым, ешкімге берген жоқпын. Күнде өзімен бірге алып жүрдім». Мен үнсіз тыңдап отырдым. «Айгүл, мен сенен қайтадан үйленейік деп сұрамаймын. Ондай ойым да жоқ». Ол басын изеді. «Білемін, мен оған лайық емеспін». Біраз үнсіздіктен кейін сөзін жалғастырды. «Мен тек бір нәрсе сұраймын. Айта бер. Егер бір күні мен өмірден ерте кетіп қалсам, балалар мені жек көріп өспесе екен». Мен оған ұзақ қарадым. «Сен неге бұлай етіп отырсың?» Ол ауыр күрсінді.
Дәрігерлер апаттан кейін жүрегінде қиындық пайда болғанын айтты. Ем алып жүрмін. Бәрі жақсы болады дейді. Бірақ өмірдің ертең не әкелетінін білмейсің ғой. Осы сөзді естігенде жүрегім шімете қалды. Ерлан, мен бір ғана нәрседен қорқамын. Неден? Балаларының есінде мен тек оларды тастап кеткен әке болып қалудан. Мен терең дем алдым. Бұл енді сенің қолында. Қалай? Олармен өткізген әр күніңді бағала, әр уәдеңде тұр, әр туған күніне кел, әр қиын сәтте жанынан табыл. Сонда ғана олар өздері шешім қабылдайды. Ерлан көз жасын сүртті. Сен дұрыс айтасың. Біз орнымыздан тұрдық. Қоштасарда ол алғаш рет маған қолын созды. Рахмет. Балаларына мүлде айырылып қалмауыма мүмкіндік бергенім үшін. Мен қолын қыстым. Бұл мүмкіндікті мен емес, балаларың берді. Енді оны жоғалтып алма. Дәл сол сәтте ешқайсымыз күтпеген адам бізге қарай келе жатты. Бұл Ерланның баяғы өзінен 10 жас үлкен болған бұрынғы көңілдес еді. Екеуміз дәмханадан шыға бергенде алдымыздан таныс әйел шықты. Ол бұрынғыдай сәнді де емес, жүзі жүдеп кеткен, шашы ұқыпсыз жиналған, көзі ісіп тұр. Ерлан оны көрген бойда тоқтап қалды. Сен? Әйел жай ғана басын изеді. Иә, менмін. Мен кетіп қалмақ болдым. Бірақ әйел, Айгүл, 1 минут, өтінем деді. Мен тоқтадым. Ол көзіне жас алып маған қарады. Сенен кешірім сұрағың келеді. Мен үндемедім. Сол кезде мен өзімді жеңдім деп ойладым. Сенен күйеуіңді тартып алдым деп мақтандым. Бірақ өмір маған бәрін өз орнына қойып берді. Мен ештеңе демедім, өйткені оның жүзінен ақ бәрі көрініп тұр еді. Балаларында менен теріс айналды. Үлкен ұлым бөлек көшіп кетті. Қызым менімен сөйлеспейді. Ал кішісі оқуын тастап басқа қалаға кетіп қалды. Мен жалғыз қалдым. Ерлан үнсіз тұрды. Әйел оған бұрылып, саған да ренжімеймін. Себебі бәріне өзім кінәлімін. Біреудің отбасын бұзғанда өз бақытымды табамын деп ойладым. Бірақ керісінше болды. Ол сөмкесінен ескі суретті алып шықты. Суретте Ерлан әлгі әйелдің 3 баласымен күліп тұр екен. Әйел суретті екіге бөліп жыртып, қоқыс жәшігіне тастады. Бұл өткен өмір. Енді оны қайтармаймын. Сосын маған қарап, Айгүл, сен менен әлдеқайда мықты әйел екенсің. Мен сенің орнында болсам, мұның бәріне шыдамас едім. Мен мықты болғанынан емес, 3 балам үшін сынбауға мәжбүр болдым. Әйел көз жасын сүртіп, саған өмір бойы қарыздармын. Маған ештеңе қарыз емессің. Егер шынымен өкінсең, енді ешқашан біреудің бақытына қол соқпа. Әйел үнсіз басын изеді. Ол жайлап бұрылып кетіп қалды. Ерлан ұзақ уақыт оның соңынан қарап тұрды. Сосын маған қарап. Сол кезде мен бәрінен айырылғанымды енді ғана түсініп жүрмін. Мен сабырмен жауап бердім. Жоқ, Ерлан. Сен бәрінен сол күні айырылдың. Тек оның ауырлығын бүгін ғана сезініп тұрсың. Екеуміз екі жаққа үнсіз тарадық. Сол күні үйге келгенде үлкен қызым жүгіріп шығып, «Анашым, бізге жақсы жаңалық бар». Мен жымиып, «Қандай жаңалық?» Қызым қуанып, «Атам екеуі бізге үй алып береміз деп жатыр». Осы сөзден кейін біздің өміріміз мүлде басқа арнаға бұрылды. Үлкен қызымның сөзін естігенде аң-таң болып қалдым. «Қандай үй?» деп сұрадым. Әкем күлімсіреп, «Қызым, осы жылдар бойы аз-аздан ақша жинап жүрдік. Сен де еңбек еттің. Енді қалғанын ипотекамен рәсімдейміз. Балалардың өз үйі болуы керек» деді. Көзіме еріксіз жас келді. Өмірімде бірінші рет өзімді шын мәнінде қорғалғандай сезіндім. Бір айдан кейін біз жаңа үйге көштік. Үй үлкен болмаса да, іші жылы, ауласы кең еді. Балалар өз бөлмелеріне кіріп қуаныштан секіріп жүрді. Кенжем жүгіріп келіп, «Анашым, бұл үйден ешқайда кетпейміз ғой» деді. Мен оны құшағыма қысып, «Жоқ балам, бұл біздің үйіміз». Жылдар өте берді. Үлкен қызым мектепті үздік аяқтап, университетке грантпен түсті. Ұлым спорттан облыс чемпион атанды. Кенжем де сабағын жақсы оқып, армандарына ұмтыла бастады. Ал мен шағын тігін шеберханамды аштым. Бастапқыда жалғыз жұмыс істедім. Кейін тапсырыс көбейіп, бірнеше әйелді жұмысқа алдым. Өміріміз біртіндеп түзелді. Ерлан болса балалармен байланысын үзбеді. Айтқан уәдесінде тұрды. Әр туған күнге келетін, әр мерекеде қастарынан табылатын. Балалар да оны кешірді. Бірақ олар бұрынғыдай бірге тұратын отбасы бола алмайтынын түсінді. Бір күні Ерлан маған, «Айгүл,
Сені қайтара алмасымды білемін. Бірақ балаларымды қайта тапқаныма ризамын деді. Мен жай ғана басымды изедім. Кейде кешірім қайта қосылу үшін емес, жүректегі ауырлықтан арылу үшін керек болады. Ол үнсіз келісті. Бір күні үлкен қызым, анашым, сен әкемді кешірдің бе деп сұрады. Мен біраз ойланып қалдым. Иә қызым, сонда қайта қосылғыларың келе ме? Мен күліп басымды шайқадым. Жоқ, кешіру деген бәрін ұмыту емес. Кешіру деген өткеннің енді сенің болашағыңды басқаруына жол бермеу. Қызым үнсіз құшағыма келді. Сол сәтте мен ең үлкен жеңісім күйеуімді қайтару емес, балаларымды мейірімді, тәрбиелі, жүрегі таза азамат етіп өсіру екенін түсіндім. Мен 3 баламен жалғыз қалған күнімде өмірім аяқталды деп ойлағанмын. Бірақ шын мәнінде, дәл сол күні менің жаңа өмірім басталған екен. Арнаға міндетті түрде тіркеліп, видеоны лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал енді пікірге жаза кетіңіздерші. Қай қаладан көріп отырсыздар? Қазір сіздерде сағат қанша? Барлығыңызды пікірден оқимын.